Қытайға әйел болған жас бойжеткен. Айжан ес білгелі анасын көрмеген. Елден есту бойынша анасы әкесін тастап, басқа еркекпен қашып кеткен екен. Әкесі Болат өте момын адам. Кейінде көрші ауылдың 2 баласы бар жесір қалған әйеліне үйленіп тұрып жатты. Айжанның ол кезде 13-14 жастағы кезі. Жас қыз қорғансыз қалған балапандай өсіп келе жатты. Қыздың сұлу келбеті мен сұлу мүсіні айқындалып, көрген адам қызға қарайтын. Ауылдың жігіттері Болаттың үйін төңіректеп жүретін. Сонда ойлары сұлу Айжанды бір көру болатын. Өгей шешенің ұлы Тасболат Айжанмен түйдей құрдас, ал қызы Балқия 10 жаста. Өгей шешесі Зағипа өсекке үйір қыдырымпаз болып шықты. Ауылдың үйлерін аралап өсек аңдумен күнін өткізетін. Тіпті күйеу Болаттың кір-қоңында жумайтын. Қыдырып келіп, қарны тамаққа тойып келсе, осы сендер де тоймайды екенсіңдер деп ашуланып, күйдіріп, жандырып ас әзірлейтін. Ал аузына тамақ тимей қалған күні қарындарың ашып қалдау деп әбігерге түсетін. Зағипа Айжан мен қарадай өш. Тамақ ішсе де, күлсе де жақтырмай ала көзімен атып отырғаны. 2 баласының аузына барлық дәмді тәттіні тықпалап жатқаны. Кейіннен үйдің барлық тірлігін Айжанға артып қойған Зағипа таңертеңнен кешке дейін қыдырып, шаршап шалдығып келіп, естіген өсегін айтып, тамағын ішіп, ұйқыға кетеді. Қорылдағанда бүкіл үйді басына көтеретін, тура бір оталмай жатқан трактор дерсің. Осылай күндер, жылдар зырғып өтіп жатты. Айжан тіпті көрікті боп ержетті. Биыл мектеп бітіреді. Сұлу бойжеткеннің бар арманы қалаға кетіп оқуға түсу. Оқуға кетемін дегенде Зағипа жақтырмай ыршып түскен. Ойбай, қаңғып қайда барасың? Биылша үйде бол, қартайып қалмассың. О несей? Ол жақта бір туысың тосып отырғандай. Тасболат екеуің келесі жылы бірге барасыңдар дегенде Айжан жылап жіберген еді. Ал әшейінде үндемейтін момын әкесі болса батыл боп кетті. Бұлшылдама сен қатын. Айжанды оқытам деп нағашыларына сөз бергем. Сөзімді жұта алмаймын. Барады оқуға дегенде Зағипа үндемей қалған. Жуастан жуан шығады деген осы да дегендей Болатқа жалтақтап қарай берген. Айжан қалаға кетуге дайындала бастаған. Түнде чемоданына жаздық көйлектермен керек оқу құрал жабдықтарын, заттарын, құжаттарын салып, қол сөмкесіне ұялы телефонмен аз-маз ақшасын салып қойған. Айжан ертең автобуспен аудан орталығына жетіп алса, қалаға дейін пойызға отырады. Тәтті қиялмен ол ұйықтап кеткен. Автобусқа әкесі шығарып салып, қолына жиған терген ақшасын ұстатқан. Алматыда баяғыда ауылдан көшкен туыс ағайыны бар екенін айтып, солардың мекен жайы жазылған қағазды қызының қолына ұстатты. Қызының маңдайынан сүйіп, батасын беріп шығарып салған. Барысымен хабарлас қызым деген Болаттың үні дірілдей көзіне келіп қалған жасын Айжанға көрсетпей сүртей берді. Автобус аудан орталығына тура 2 сағатта жеткен. Айжан енді Алматыға баратын пойызға билет алу үшін касса алдына келіп кезекке тұрды. Кезекте тұрған өзі қатарлы аққұба жас жігіт бұған да билет алып шыққан. Айжан ақшасын беріп рахметін айтқан. Аққұба жігіттің есімі Бегнұр, көрші ауылдан екен. Айжанды сырттай танитын боп шықты. Ол да мектеп бітіріп қалаға кетіп бара жатқан беті көрінеді. Екеуі бір вагонға орналасты. Бегнұр Айжанға көмектесіп, сөмкесін көтеріп қызмет қылуда. Пойыз Алматыға келесі күні кешкі сағат 8 мөлшерінде келіп тоқтады. Айжанның ендігі ойы әкесінің туысының үйін тауып алу еді. Шетте тұрған таксиге қарай аяңдап жақындай берген Айжан мен Бекнұрды көрген таксист жігіт те бұларға қайда барасың деп сұрады. Айжан тиісті адресті көрсетті. Айжан таксистке мекен жайды айтқанда, Бекнұр Айжанмен қоштасып, екеуі телефон номерлерімен алмасып,
бірін-бірі қимай айырылысқан еді. Айжан, керек болсам осы номерге телефон шал. Қалада байқап жүр. Ақшаңа абай бол деген Бекнұр тура Айжанның ағасындай қамқор болып, іздеген үйлерін таксиш жігіт оңай тауып алған. Әбден қаланы жаттап алғаны көрініп тұр. Айжан көп қабатты үйдің екінші қабатына көтеріліп 67-ші номерлі пәтердің қоңырауын соққан. Есікті бір әдемі келген келіншек ашты. Мама, папа, сіздерге мейман келді. Болат деген туысқандарыңыздың қызымын дейді. Дегенде ас бөлмесінен 50-ден асқан әйел мен ер адам шығып, Айжансың ба? Төрлете ғой, құлыным. Әкеңнің денсаулығы қалай деп бетінен сүйген. Үйдің іші тап-таза, жап-жарық. Раушан, шай қой. Қызымыз шөлдеп келген шығар. Дегенде әдемі келіншек стол жасап, шай қайнатып бәйек болған. Раушанды сонда осы үйдің келіні болар деп топшылаған Айжан. Шай ішіп жайланған соң Айжан әкесіне телефон соғып аман есен жеткенін баяндаған. Бұл үйде 4 адам тұрады екен. Атай мен әжей, ұлдары Ержан мен келіншегі Раушан. Қалған 2 баласы осы Алматыда. Өздері жеке үй. Кешкі астарын ішіп болғанда ұлдары Ержан жұмыстан келді. Айжанды көріп амандасып, қарындасым келіпті ғой деп қуанып қалды. Бұндай ілтипатты күтпеген Айжан туыстарына дән риза. Сол күні Айжан алаңсыз ұйықтаған. Ертеңінде Еркін ағасы қай оқуға құжат тапсырасың дегенде Айжан мед академияға деді ойланбастан. Себебі дәрігер болу оның бала күнгі арман еді. Керек құжаттарын іздеп чемоданын ақтарғанда аттестатын таба алмай аң-таң болған. Осы чемоданға салғаны есінде, әрі төңкеріп, бері төңкеріп таба алсашы. Ыза болған қыз жылап жіберген. Айжан бұның бәрі өгей шешесі Зағипаның іс екенін бірден түсінген. Чемодандағы құжаттарын ақтарып, аттестатын ұрлап алғаны айқын болды. Айжан солқылдап, еңіреп тұрып жылағанда үй ішіндегілер ештеңе түсінбей әбіржіп қалған. Бар мән-жайды Айжан айтқанда, Зағипаның мына қылығына олар жағаларын ұстаған. Әкесіне телефон шалып болған істі айтқанда, әкесі ыза болып, Зағипаны қанша қысса да бетпақ әйел мойындамай қойыпты. Ойбай, өзі жоғалтып алған шығар, көрсем көзім шықсын деп қарғанған. Солай өң мен түстің арасында болған іске Айжан қатты күйінген. Алғаш рет өгей шешесінің қарғап налыған. Аттестаттың көшірмесін қайталауға болады, бірақ ол оңай шаруа емес, уақыт керек деген Еркін ағасы. Биыл үлгермесең келесі жылы да оқуға түсуіңе болады ғой деп Айжанды жұбатқан. Сонымен Айжан биылша жұмыс істеймін деп шешкен. Бір күні Бекнұр Айжанға телефон шалып, құжаттарын политехникалық институттың металлургия бөліміне тапсырып қойғанын, оқуға түсуге мүмкіндігі болып тұрғанын қуана жеткізген. Айжанның жағдайын біліп, оған қатты алаңдап қалған еді. Көп ұзамай Айжан бір мейрамханаға даяшы болып орналасты. Ол туыстарына рахметін айтып, қыздармен пәтер жалдап тұратынын жеткізгенде, Сәбира тәтей, ондай ойың болса өзің шеш. Қиналсаң бізді ұмытпа деген. Солай Айжан 3 қызбен бірігіп, пәтер жалдап тұрып жатты. Жұмыстары әзірше қиын емес. Келген қонақтарға ас мәзірін тасып, өз жұмысыңды жауапкершілікпен атқарсаң болды, бар осы. Мейрамхананың иесі әдемі келіншек Жанна да бұларға жақсы көзқараста. Айлық ақшаларын уақытында беріп отырады. Қасындағы 3 қыз да өзі сияқты арман қуып келген. Оқуға түсе алмай, ауылға қайтпай осы Алматыда қалған. Ләйла сонау Маңғыстаудан, Рәбиға Тараздан, ал Балжан Қарағандыдан. Айжан болса Өскеменнен келген. Пәтер иесі Гүл апайлары да қандай қарапайым. Ылғи жымиып тұрады.
Күйеуінен ажырасқан әйелдің жалғыз ұлы Дастан орыстан әйел алып Ресейге көшкен. Көптен бері сол елде тұрып жатыр деген. Гүля апайлары қаладағы бір моншада тазалықшы болып жұмыс жасаймын деген оларға. Өзінің жеке автокөлігі де бар. Бірақ Гүля апайларының киім киісі, жүріс тұрысы тазалықшыға ұқсамайды. Үнемі тап-таза киініп, боянып, сыланып жүреді. Киімдері де қымбат шетелдік бренд киімдер. Оның кейде шетелдік маркалы автокөліктен түсіп жатқанын көріп қалған қыздар осы Гүля апайларына қызға қарап қоятын. Үй ішіндегі жиһаздары мен ыдыс аяғы да ерекше. Міне өмірде босын айт деп қыздар өзара әңгіме дүкен құратын. Үйіндегі фотосуреттерінде Гүля апайлары Түркия, Тайланд, Дубайда демалыста жүрген кездері бейнеленген. Қарапайым тазалықшы ақшаны қайдан алады деп бастары қататын. Бәрінен де ана шетелдік көліктің аз тұрмасы белгілі. Мүмкін Ресейдегі ұлы ақша салып тұратын шығар деп болжаған қыздар. Жексенбі күндері қыздарға демалыс. Ол күнді олар моншаға барып, кір-қоңдарын жуып, мәз боп бір демалатын. Шошқаға да бір мейрам дегендей кейде төртеуі киноға барады. Киім алуға базар дүкендерді аралайды. Қойшы, әйтеуір бұл күнді олар асыға күтетін. Жалпы қыздар осы өмірлеріне мәз. Келесі жылы оқуға тапсырамыз деп қояды бәрі. Сол күні болған оқиғаны еске түсірсе, Айжанның төбешашы тік тұрып, түн ұйқысы төрт бөлінеді. Әдеттегідей қыздар жексенбі күні моншаға баруға жиналғанда Гүля апай, монша деп мен жұмыс жасайтын моншаны айтсаңдаршы. Мүмкін мен барып көресіңдер ме дегенде, аңқау қыздар бірден, «Я, апай, барамыз» деп шу етіп, Гүля апайының машинасына отырған. Рульде Гүля, алдың орында Айнаш, артта үш қыз жолға шыққан. Сол күн қыздардың есінде мәңгі қалған шығар сірә. Көлік асфальт жолға түскенде бұлар, «Апай, моншаңыз сонша алыс екен, қаланың шеті екен ғой, алыс қой» деп отыра берген. Ойларында еш арамдық жоқ бишаралардың. «Я, мен сендерге айттым ғой, жұмысым алыста» деп. Кейде осы жолдан шаршаймын деп қояды апайлары. Жолдың екі жағы ну орман, ар жағы биік таулар. Алатаудың жоталы сілемдері, төбесінде ақ қар жатқан төбелері мұнартып көрінеді алыстан. Ауасы тап-таза, сыңғырлап тұр. Міне олар үш қабатты үйдің жанына келіп тоқтады. Кафе, ресторан, бильярд деген жазулар жазылған шағын қалашыққа ұқсайды. Гүля апайлары машинадан түсіп, әлдебіреулермен сөйлесіп жатыр. Қыздар болса, біздің баратынымыз сасық монша, мыналар қандай керемет деп таңдай қағуда. Қыздар, түсе беріңдер, мен көлігімді автостоянкаға қойып келейін деді апайлары. Қыздар улап-шулап, мәз болып, баня деген жазуы бар үш қабатты ғимаратқа келіп кірген. Оларынан еліп сәлем беріп, бір әдемі келіншек шыққан. «Хош келіпсіздер» деп оларды арнайы жуынатын бөлмеге апарған. Бөлмеде жанға жайлы музыка ойнап тұр. «Мынау монша емес, хан сарайы ғой» деген Балжан таң қалып. «Қыздар, хауызды айтсаңдаршы, рахат қой» деген Ләйла қуана. «Шіркін, моншадан кейін бір-екі шыны шәй ішіп алсақ тіпті супер болады екен» деп қойды Рәбиға да. «Айжан, қыздар, мынау қымбат монша сияқты, ақшамыз жетпей қалмасын» деп қояды артын ойлап. «Монша деуге қимайды екенсің. Қымбат люстралар ілінген, қабырғалары мәрмәр тастармен айшықталған, керемет». Қыздар шешінетін бөлмедегі будкаларға киімдерін тастап, бәрі улап-шулап бассейнге қойып кеткен. Тамаша! Су беті әртүрлі сәулелерге малынып, сиқырға бөленгендей ерекше көрінеді. Бұл жерде де бір сиқырлы әуен ойнап тұрды. Қыздар мәз-майрам, су бетіндегі хор қыздарындай улап-шулап суға түсіп жүрді. Бассейннен кейін олар хамамға барып, бусанып отырған. Ойларында еш қауіп жоқ еді. Бөлменің есігі ашылып, төрт еркек кіріп келгенде шошып кеткен қыздар айғай салған. «Айғайламаңдар» деп гүж еткен
әне бір месқарын еркек. Періште бола қалуларын деген екінші тақырбас қарасы. Гүл апай қайда деп әбіржіген қыздар. Сол кезде ғана барып қыздар не болғанын түсінгендей үндері өшкен. Төртіншісі әйтеуір не қазаққа, не орысқа ұқсамайды, қытайлық боларсың деп топшылаған Айжан. Ана үшеуіне қарағанда дөрекілік көрсетпей тек ыржиып күле береді. Күлген сайын онсыз да бітік көздері бір сызық боп қалады екен. Қасындағыларға жалтақ-жалтап қарап қояды. Бір кезде әлгі месқарын еркек судан шығып, қыздар тез киініп бізге келіңдер, біз сендерді жоғарғы қабатта тосамыз деген. Тек қашып кетуді ойламаңдар деп ескертіп қойды. Бұл жерден сендерді адам таппайды, тек іш киімдеріңді киіп келіңдер деді тақырбас кетіп бара жатып. Әбіржіп тұрған қысық көзге все окей деп кеттік деп белгі берген шикіл сарысы. Қыздардың болса Гүл апай қайда, ол кісі білем екен, неге көрінбейді деп бастары қатты. Сол кезде Рәбиға, қыздар сол Гүл апайларын ғой алдап әкеген, жолы болмасын қуғатын деп бетін басып жылап жіберген. Рәбиға, жаманшылықты шақырмашы, өзімізден кінәнің бәрі сол қатынға құдайдай сеніп деді Ләйла. Пысықтау қыз Балжан, есімізді жайық, артық сөйлеп әлгі малғындардың жынына келмеңдер. Олар өлтіріп кетсе де ешкім бізді іздемейді. Ондай оқиғаларды фильмдерден көріп педіңдер деді. Айнаш болса, қыздар бір-бірімізден ажырамауға тырысайық деп өз ойын айтқан. Тәуекел деп 4 қыз жоғары қабатқа көтерілгенде 4 еркек оларды күтіп отыр екен. Стол үсті әртүрлі тағамдарға толы, шарап сусынның сан түрі самсап тұр. Ұялмаңдар, тағамнан алып отырыңдар. Ас адамның арқауы деген қазақ атамыз дейді бағанағы месқарын. Айнаш ішінен азғын қазақтан садаға кет деп ыза болды. Өздері қыздарды бөліп алғандай, месқарыны Ләйланы, шикіл сары Рәбиғаны, тақырбас қара еркек Балжанды, көзі бітеген Қытайма кәрісі ме Айжанды құшақтап қысып қояды. Өзі орысша аздап сөйлейді екен. Арақ пен шараптың жас қыздардың буына мас болған 4 еркек әр қызды икемдеп жеке-жеке номерлерге жетелей жөнелген. Бұл жерде не бір адам көрінбейді. Қызмет жасап жүргендерді де жер жұтып кеткен бе? Әлгі Гуля сайқал ғой бұларды осында алып келген. Өмірі ішіп көрмеген шараптың буына мас болған қыздар мына жыртқыштардың алдында дәрменсіз еді. Айжан көзін ашқанда қасында ұйықтап жатқан сығыр көзді көріп, о бастақ не болғанын білмей қатты шошыды. Бұл қайда? Қалай келді? Неге келді? Мұнда жанында жатқан кім? Екі бетін басып солқылдап жылап жіберді. Жылаған қызды көріп, Ли мырза қатты сасқалақтап қалды. Что случилось? деп қызды жұбата алмай дал болған. Айжанның есіне 3 құрбысы түсіп, Ли мырзадан «Где мои подружки?» дегенде Ли «Здесь» деп бұлдырлап басын шұлғыған. Айжан өз денесінен өзі жиіркенгендей душқа ұзақ түсіп, құрбыларының не күйде екенін білмей, не істеп жатыр деген ой маза бермеген. Душтан шығып келсе, Ли бөлмеге тағамдар алғызып, бұны тосып отыр екен. Қысық көзі сықсиып, кушать деп бәйек қағады. Кейіннен түсінгені Лидің қытайлық екені, әулетінде қыз бала жоқ екен. Қытайлар қызды ерекше құрмет тұтады екен. Ли болса осы Алматыға Қытай-Қазақ компаниясының белді бір қызметкері болып келген. Кезінде Америкада оққан, ағылшыншаға судай, тек орысшасы мәз емес, ал қазақша тіптен білмейді екен. Қасындағылары Алматыда танысқан таныстары. Бұны олар жақсылап демалатын жерге апарамыз, қонақ қыламыз деген соң келіскен көрінеді. Айжанды ұнатып қалғандай бәйек болуда. Сол күні 4 қызды
Пәтерлеріне әкеп тастаған төт еркек риза кейіпте мәз, тегі жас қыздардың алғаш көрген еркектері болғанына риза болған ау. Қарқ-қарқ күліп қош айтысқан. Ал Гүл апайлары бұларды түк болмағандай қарсы алған. Сірә мына еркектерді бұрыннан танитын сияқты. Оларда риза болып, оның да аузын майлап кеткен. Ол кезде қыздар осындай сутенерша, жеңгетай дегендерді естіп білмейді. Тіптен аңғал қыздар бір күнде мына сайқал өмірдің шырғалаңға толы соқпағы бар екенін түсінген. Гүл апайлары болса, қаңғып ақшаға жармай жүргендеріңді ұмытпаңдар, әлде қандай болмай, деп тура бір жақсылық жасағандай бұлдана қалған. Адам баласының нағыз келбетін білу өте қиын ғой. Адамды тану да қиынның қиыны екен ау, бұлар біліп пе? Нелерің кетті, алатын ақшаларыңды алдыңдар, көңіл көтердіңдер деп қояды. Өмірі бармаған вип саунаға бардыңдар, өңшең деревня деген. Гүл апайлары. 4 қыз мына пәтерден кетуде қарды. Тіпті үшеуі өз елдеріне қайтып кетпекші. Әйтпесе Гүл апайларының тағы не жоспарлап жүргенін кім білсін. Бірде Ли мырза Айжанды іздеп ресторанға өзі келген. Сені ұмыта алмадым, қарсы болмасаң маған тұрмысқа шық деген білетін орысшасымен шатпырақтатып. Қалаған оқуыңа сүремін, ештеңеден кем болмайсың деген. Еріксіз Айжан Лидің ұсынысын қабыл алған. Көп ұзамай Ли мен Айжан Қытайға, Пекинге жол тартқан. Лидің әулетіндегі ең қария әжесі бар екен. Жасы 90-ға келіп қалған, бірақ әлі ширақ. Әжей Айжанды қуана қарсы алды, құшақтап қояды бірдеңе деп. Ата енесі де қонақжай екен, қуанып жүр. Ли олардың жалғыз ұлдар екен. Қытай отбасы кезінде бір баламен шектелуші еді ғой. Айжан Қытай ата енесіне бір жағынан риза боп қалды. Айжан мен ұлдарына баталарын беріп, ата-аналары бұларды шығарып салған. Ли тойды осы Алматыдағы мейрамханада өткізуді жоспарлады. Соңғы кезде Айжанның асқа тәбеті болмай жүр. Жүрегі айнып, кейде өзін жайсыз сезінетін. Бірде Ли оны дәрігерге апарған. Дәрігер Айжанның денсаулығында кінәрат жоқ екенін, тек ішінде 3 айлық баласы бар екенін айтқанда, күйеуі мәз болған, қуанған. 6 айдан соң Айжан қызды болды. Басында кішкентай сәбиіне жиіркене қарады. Атын әжесі Сюин деп қойған. Әдемі гүл деген мағынаны береді екен қазақшалағанда. Бүгінде Айжанның ақша дүниеден көретін таршылығы жоқ. Бар жағдайы жасалған. Тек ішкі әлеміндегі аласапыран басылар емес.